Бүгін сіздермен бірге манты дайындайтын боламыз. Құйрық май, пиязымызды турап алдық, уақтап, кішкене кубик қылып, енді бұны араластырамыз, ішіне тұз бұрышымызды салып. Фаршымыз осындай болып шықты. Ішіне майонез бар, бұрыш бар, тұз бар. Болды. Енді нанына кірісеміз. Ол әдеттегі кәдімгі асқа жасағандай жасаймыз. Міне мантымызды бұрап жатырмыз. Мантыға ешқандай тесік қалдырмаймыз. Бүрген кезде толық жауып тастаймыз. Ішіндегі сөлі буып шығып кетпеу керек, ішінде қалу керек. Сол кезде манты сочный болады.